алғыс айту күні санаулы білім берген елбасымызға, елімізге ерең еңбегі сіңген адамдарға, санаулы білім берген ұстаздарымызға, ата-анама, бауырларыма, достарыма алғысым шексіз. В День Благодарения хочется сказать, нам нужно ценить эти слова, делись их хорошим настроением, и тогда вам все будут желать, чтобы не зашла на вас удача и здоровье. Делись добрыми словами со всеми, знакомыми и незнакомыми. Делись добрыми словами, чтобы сделать этот мир добрее. Хочется поблагодарить и сказать огромное спасибо директору колледжа, учителям и моему любимому куратору. We congratulate you on the first month of spring, the month of that week. Dear teacher, thank you. It is a thank you to that we are learning. Always be happy. Алғыс, адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңілі үшін ризашылығын білдіру, сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекеттеріне, жасаған істеріне жоғары баға беруі. Еліме шексіз алғысым, халық үшін салған бар күшін. Елбасы салған дара жол, рухани, асқақ, мәңгішін. Алғыс Аллаға жер менен көкті жаратқан, адам ата мен Хауанадан саналы пенде таратқан. Барша Талғар агробизнес және менеджмент колледжінің ұстаздары мен оқытушыларына алғысым шексіз. Агробизнес және менеджмент колледжінің білім алушылары 1 наурыз халықаралық алғыс айту күніне орай колледж мұғалімдеріне алғысымыз шексіз. Алғыс айту күні Қазақстан халқы мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясын қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы, еліміздегі барлық ұлт пен ұлыста бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Күннің алғаш күнімен қатар келген, адамдар арасын ізгілікпен жалғаушы, алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алғыс айту үшін арнайы күнді күтудің керегі жоқ. Мүмкіндігінше жақсы айтудан жалықпай, бір-бірімізден жан жылуымызды аямайық. Өміріміздің әр сәтіне алғыс айта білгенге не жетсін.